Сәби кейпінде әке атанған ол. Әңгіменің жалғасы. 3 бөлім. Осы сәттен бастап Зейін түбегейлі өзгеріп, жаңа адам болып қалыптасып келе жатқан сияқты еді. Жанында тек балкүміс болса болғаны. Оның денсаулығы түзеліп қатарға қосылып кететін бе еді, кім білсін. Соншама жыл қинаған дертті құдіреті күшті махаббат жазатын еді ғой. Дегенмен махаббат жолында да оны қиын сынақтар күтіп тұр екен. Жапырағы жайқалған ағаштың түбінде отырып, ол балкүмістің құлағына сыбырлады. Мен сені алып кетемін. Сен менің қасымда жүресің, деді. Зейін бұрын аласыра іздеп жүріп табалмаған өмірдің мәнін балкүміс арқылы тапты. Екеуі туған кешінен түк болмағандай оралды. Жолда олар арада болған жағдайды ешкімге білдірмейміз деп әбден келісіп алды. Бірақ Жанқыз ұлының өзгерісін бірден сезді. Жақсылыққа жорыды. Бір орында отыра алмай, алақ-жұлақ етіп, оны-мұны айтып, сөздері шатаса беретін ұлы тым салмақты бола қалыпты. Қыз алдында өзін жігіт сезінгісі келген құлыным-ау деп іштей қуанып еді. Бәрін ойласа да, бірақ олардың ағаш түбінде тындырған тірліктері жайлы еш ойламапты. Ержетсе де, ойы сәби секілді ұлын мұндай тірлікке мүлдем қимаған. Тек қыз алдында ойы дұрысталған ұлын беті бері қарар деп үміттеніп еді. Бар жоғы сол ғана. Кейінгі тағдырларын ойланбады. Баласы үшін осы жақта тағы да 3-4 күн жүре беретін бе еді, бірақ үйдегі келін ауырып ауруханаға түсіп қалыпты. Бұл үйден кетуге мәжбүр болды. Балқымыспен қимай қоштасқан Зейін жол бойы үндемей, томаға түйіп қалыптан бір сәтте арылған жоқ. Үйіне келген соң бұрынғыдай құтырына бермей, бір бұрышта үнсіз отыра беретін әдет шығарды. Зейіннің өзгергенін көрген үйдегілер қуанып, осылай адам қатарына қосылып кететін шығар деп үміттенді. Зейін балкүміспен бірге өткізген сол бір ғажайып сәтті ешқашан ұмыта алмады. Ол өзінің ішкі дүниесінде анасына айтуға батпаса да, жүрегіндегі ауыр дертін оған айтып берді. Бұл тек сөздер ғана емес, оның сезімдерінің тереңдігі мен рухының өзгергенін, жаңарғанын көрсететін белгі еді. Мен балқымысты үйге алып келемін. Ләззат жеңгеміз сияқты үйден кетпей жүргенін қалаймын, деді. Жанқыз не деп жауап берерін білмеді. Бұл не дегені? Үйленемін деген сөзі ме деп ойланды. Ұлының сөздері анасын уайымға батырды. Менің балам жігіт болып қалыпты деген ой оны қатты толқытты. Осы сөздермен бірге көз алдында бәрі өзгеріп, жаңа өмірдің бастауы анық көрінді. Ол өзінің баласының жігіт болғанына ризашылық сезіммен қарап үнсіз отырып қалды. Жүрегімнен сенің айналдым деп күбірледі іштей. Ол баласының болашағын, өмірін ойлап көзінен жас шыққанын сезбей де қалды. Бұл сөздер оның көкірегінде бұрыннан қалыптасып келген сенім мен үмітті қайта оятты. Аллаға шүкір, енді бәрі жақсы болады деп ойлап, өз-өзіне сенімді түрде терең дем алды. Балкүмісті үйге әкелсем бола ма? Деп қайталап сұраған ұлына. Айналып кетейін, тілегіңнен. Болмайтын нәрсе жоқ, бәрі болады бұл өмірде. Осы ертең-ақ екеуміз бірге барамыз, балкүмісті үйге алып келеміз, деді. Неге олай айтқанын өзі де білмейді. Неге сенгенін өзі де білмейді. Ана жүрегі, ана тілегі ұл үшін бәріне дайын болды. Жанқыз ұлының жүрегіндегі құпияны ешкімге ашып айтпады. Егер ол оның ішкі сезімдері жайлы бірдеңе айтса, үйдегілер күлкіге айналдырып, Зейіннің өзіне сенімсіздікпен қарар еді. Өйткені олар оның беті бері қарағанына, өзгеріп келе жатқанына сенбейтін еді. Сондықтан Жанқыз бәрін өз жүрегінде сақтап ешкімге білдірмеді. Алғашқыда бұл шешімді тым ауыр, қайшылықты сезінгендей болғанымен, уақыт өте келе, оның жүрегі ұлының болашағына деген үмітпен толып, ол өз ұлына қолдау көрсетуді тек өз міндет деп санай бастады. Келіннің жағдайы біршама жақсарған соң, Жанқыз ұлын қасына алып, тағы да бірге жолға шықты. Жолда Зейінді жігерлендіріп, оған ақылын айтты. Ұлына оның ең ақылды, ең таңдаулы жігіт екенін оған жеткізіп отырды.
миына құйып, жүрегіне нық сенім ұялатты. Жаңқыз өзінің үмітін оның ішкі дүниесіне жатқызып, ұлының алдағы жолында ешқандай қиындықтың болмайтынына сендірді. Олар үйдің алдына жақындағанда, есік алдында Балкүміс тұрған еді. Зейіннің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Оның көздері жарық шашып, жүрегі аласұра соқты. Еріксіз жүгіріп барып, Балкүмісті құшақтап алғысы келді. Бірақ бұл жолы өзіне ұстамдылық танытып, сабырмен күтуге тырысты. Әрбір қозғалысынан бір сәтте балалық жігердің аңсары байқалып тұрса да, ол өз жүрегін тежеп, ішкі даусымен үндесті. Балкүміспен бірге болу үшін ол енді сабырлық пен ұстамдылықты сақтауға тиіс екенін жақсы түсінді. Бұл жолы оның сезімдері тек бір сәтке ғана емес, ұзақ уақытқа созылатын мейірім мен сезімнің қатаң тәрбиесі болды. Ол сабырлықтың өзін шын махаббатқа апарар жол екеніне сенді. Үйде Балкүміспен бірге оның анасы Қатира да бар болатын. Өткенде келгенін жақтырмап еді. Күйеуінің қатты ескертуімен бұйыруымен әрең шыдап еді, сыр бермей. Бұлардың қайта келгендерін жақсылыққа жорымады. Балкүміс те бір түрлі қылық танытып жүр оның үстіне. Екі сөзінің бірі зейін жақсылық болса жарар еді. Үйге кіріп жайғасқан соң, Жаңқыз ақырындап тіл қатты. Ең үлкен арманым баламның денсаулығын түзеп, оған өмірдің жаңа бір сәтті кезеңін сыйлау еді. Сіздердің арқаларыңызда мен осы арманымның орындалғанын көріп тұрмын. Мен сіздерге екі дүниеде де қарыздар болып өтетін шығармын. Ойымды қалай жеткізерімді білмей, қатты толқып отырмын. Өздеріңіз көріп отырсыздар, менің балам ешкімнен кем емес. Қалай айтсам екен? Дұрыс түсінсеңіз екен, деді Жаңқыз қатты қобалжып. Қатира осыдан қорқып еді. Ойлағанның өзінде түнде шошып оянатын. Шошынғанын шалына айтатын. Ондай кезде шала, сен де қайдағын айтады екенсің. Ол байғұс баласының жағдайы үшін басын тауға да тасқа да ұрып жүрген ана ғой. Қызымның жанында бала өзін жақсы сезінсе, онда тұрған не бар? Бір ғарып жан үшін сауап тірлік жасайық. Сенің балаң жынды деп көркігенен итеріп, үйден шығарып тастағанымыз дұрыс емес. Үндеме, тыныш жүр. Қызымыз да әне-міне дегенше қалаға оқуға кетеді. Екеуінің арасы тереңдеп кетеді деп ойламаймын деп ұрсып беретін. Енді міне Қатираның ойлағаны дөп келіп, Жаңқыз бен ұлы тағы да есік қағып келіп тұр. Көздегені не? Не деп отыр? Қалай дәті барады? Оның қызын өзінің ұлымен тең көре ме? Шектен шыққандық емес пе бұл? Әр нәрсенің өз орны бар, құдағи. Ары қарай ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Балкүміс биыл оқуға түсе алмай қалды. Келесі жылы ақылы оқуға болса да оқытамыз, қалаға жібереміз. О оқуға дайындалып жүр, деді Қатира бірден. Мені дұрыс түсінсеңіз екен. Балкүмісті өзіміз оқытамыз. Тек ұлымның жанында болса болғаны. Балам қатты өзгерді. Бұрынғы зейін жоқ. Міне өзіңіз де көріп отырсыз ғой. Мүмкін емес нәрсе бұл өмірде жоқ. Бәрі де мүмкін. Сіздің қызыңызға деген сезімі оны жаңа адам етіп оятқан секілді, деген Жаңқыз алған бетінен қайтқысы жоқ. Құдағи, бұл сөздер тек екеуміздің арамызда қалсын. Ары қарай ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Келгендегі мақсатыңызды да түсініп отырмын. Сізді түсінемін. Әр ана перзенті үшін отқа да суға да түседі. Дәл қазір сіз менің алдымда ұлыңыз үшін тірідей отпен арпалысып жатқаныңызды да сезініп отырмын. Бірақ мені де түсініңіз. Зейіннің дәл қазіргі жағдайы жақсы болғанмен, ертең ше? Ертең не күтіп тұр? Сіз өз перзентіңіздің жағдайын қалай ойласаңыз, мен де қызым үшін қатты алаңдаймын. Ол жай ғана бір жансыз қуыршақ емес қой, мә деп бере салатын. Сіз мені кешіріңіз. Мейлі апталап қонақ болып кетіңіздер. Бірақ сіздің келгендегі мақсатыңызды біз орындай алмаймыз, деді Қатира тағы да қарсылығын нақты білдіріп. Үнсіз отырып қалған Жаңқыз бір кезде.
Әй сорлы басым-ай. Осы ұлдың қамы деп ақылымды да жұтып қойған шығармын. Дұрыс айтасыз, қайбір ата-ана қызын денсаулығында кінәраты бар жанға бере салат дейсің. Соны ойламағанымды айтамда. Қайдан білейін, бір жалған үміт арқалап жетіп еді. Ұлымның қазіргі халімен бірге өмір де өзгеріп еді мен үшін. Ұлым үшін енді барлық жерде жол ашық деп ойлап қалғаным ғой. Айып етпеңіз. Дұрыс айтасыз, әркім өзі теңін тапқан дұрыс. Енді менің ұлым қатты қиналатын болды-ау. Не істесем екен? Ұлымның бар жағдайы балкүміске қарап қалғандай, не ойлап кеттім өзі. Дұрыс айтасыз, дұрыс деген жан қыздың көзінен мөлдір тамшылар төгіліп қоя берді. Көз жасын сүрткіштеген ол орнынан тұрып сыртқа шықты. Аулада Зейін мен балкүміс отыр, бір-біріне жымыңдасып. Зейін анасы үйретіп қойғандай артық сөйлемей, тек күлімсіреп қыздың әр сөзін мақұлдап қояды. Балкүміс аулаға өзі отырғызған гүлдердің атын атап, олардың қалай күту керектігін әңгіме етуде. Зейін, жүр үйге қайтайық деді ұлының қасына келіп. Анасының түріне қарап, ештеңе түсінбеген Зейін үнсіз ізінен ілесе берді. Қоштасып та үлгермеген балкүміс оларды көздермен шығарып салды. Автобуста отырған Зейіннің де ішкі әлемі алай-дүлей. Жүрегінің жартысы балкүмістің қолында қалып бара жатқандай. Ол дәл қазір бар кінәні анасынан іздеуде. Неге тез қайтып кетіп бара жатырмыз? Өткендегідей көп күн жүрсек болады ғой. Неге балкүмісті ертіп кетпедік деп ойлап отыр. Жан қыз өмірден түңіліп отырған Зейінге қарап, ет жүрегі елжіреп барады. Ол кәмпит бермеген баладай бұртиып қалған. Оны маңдайынан сипап, жылы сөздермен жұбатқысы келіп отыр. Бірақ олай етуге болмайды. Баласының жан жарасын тағы да тырнап алуынан қорықты. Зейін үйге келген соң тіптен ашушаң болып кетті. Жан дүниесінде болып жатқан қиын жағдайды солай сездіруде. Тікелей балкүміске деген сағынышы қинап жатқанын ол сыртқа сездіре алмай, әр түрлі тосын мінездерімен білдіруге көшіпті. Сол баяғыдай аяқ астынан ыржалаңдап күле салады, аяқ астынан ашуланып, қолындағы затты лақтыра салады. Немесе бір отырып, бір тұрып үйді айнала шауып, кейде бір түрлі дыбыста шығарып, сол баяғы әдеті қайта қосты. Балкүміс болмаса басқасы болар. Аспандағы айға дәметкен менде де еш жоқ екен. Өзінің теңі табылар. Бәлкім теңін тауып үйлендіріп қойсам, денсаулығы түзелер деп ойлап отырған жан қыздың терең ойын Зейіннің жанұшыра шыққан дауысы бұзды. 3 бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, әңгіменің жалғасын тыңдау үшін каналымызға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар. Рахмет.